Сәлем достар, қалайсыңдар? Мынау әлі шүмейттік макияж істеп жүр ма деп біреу жүрді. Барында нарында сол соревнованияға неге қатыстың, қандай спорт өнерің бар десем, шүмейттік макияж деп айтамын. Сол мен алдында Алматы қаласында жүрмін, бүгін Қызылорда қаласына келдім. Сол келген адам қайтпайтын болып пойызға билет алдым. Сосын маған айтпаңдаршы анау не деп, мына байғұстың пойыздан басқа көрмеген ба қызық деп. Бар қызығым сол, пока пойыз самолетке мінген жоқпын. Самолетке мінсем мынау бітеді екен деп жай жүрді біреу. Самолетке багажымды таппай масқара болатын сияқтымыз ғой. Сол пойызға міндім қайттан. Немен қайтам, мен машинамен қайтуға қорқамын түн ішінде. Статистика бойынша машина самый опасный. Сосын ортасында пойыз, одан кейін самолет. Ортасында жүреді деді, елден қалмай. Артында болмай, алдында болмай, ортасында жүр дейді ғой. Сосын бүгін мен жұмыстарыммен шығып баратын, қалаға емес, бірақ ол жер бірақ қалада. Сол боянып жатырмын. Бетімді бірінші крем жағып алдым, сосын тоң жақтым. Сөйтіп мен приключение жүрмейтін адам ғой, пойызға кешіп қалдым. Короче, біз тұрған жерден, Мегадан Алматы бір деген анау жерде екен. Мен ойладым, біз Қызылордаға 15 минутта жетеді шығармын деп. 9:30-да тұрдым. Тоқтап қалыппын, 9-дан елу кеткен таксиге қарай батсам, 60 минут езде дейді. Пойыз 11:05 жүріп кетеді, бітті. Қарамайды, сен күтпейді ғой. Сөйтіп, ойбай, енесінен бірден такси шақырдым, таксиге бардым, міндім да. Сосын жеңешемді шығарып салып отқан сол айтты. Барда сен айт, пойыз деген 9:50 тұр, 10:30 деп айтты, деді. 10:30 барынша мақұл дедім, мініп алдым. Орысқа екен, ойбу, қасқа бізде орыс, короче, қазақ болса да үй алып зорға айтайын деп тұрмын ғой, негізі. Орыс болғаннан кейін дейтін болса, 9:50-тен успеем, поезд 10:30-тен. Не успеем, девушка, дейді. Ну, постарайтесь, дедім. Сөйтем, все равно не успеем. Ладно, поезд 10:50-тен. Поездың сағатын өзің өзгерте бересің ау деймін деді оған. Бұяқта деген страшно пробкалар бар екен. Жаймен жүреді, қатты келеді, жаймен жүреді. Айтам, быстрее ходите, дедім. Сөйтем айтады ғой, здесь нас фотографируют. Кто деймін ғой? Кто, білмеймін ғой, кімге жатқан. Сөйтем, Сергек фотографируют екен. Дем бұяқтағылар Сергектен қорқады екен, біздің Қызылорда Сергек көрсек бір түсірсе екен, фотода қалай шығады екенбіз деп ойланамыз ғой. Қызылорда Сергекке түсірмейсің ғой, бар ма әлде? Ой, құрсын аны жоқ болып салып жүрер еді. Сол сөйтіп бардым, мен пойызға кешікпедім, үлгірдік. Сосын маған айтты, Алматы бір екінші жолға түссек, ан жақтан жүруің керек, короче, 10:50-де ровно барасың, жүгіріп болса да барынша тығыр, сен түрме қарап қойды, жүгіре алмайды ау деп ойлашы. Қатырам дедім, я беговой в школе бег 100 метров прыгала дедім, короче, сондай бір нәрсе дейтін, хорошо путь дейді, өте жақсы орыс екен негізі. Сөйтіп міндік. Сосын маған айтты, мынау деген 30 секунд болды, мен деген қатырмаймын ғой нәрсені. Қойшы айтпаймын, мен бетімді бітірейінші, келесі неде айтам. 10 секунд. Мынаған бұл қарап боян бұл керек негізі. Таксиден 10-нан 40 кеткенде түстім, 11:05-те пойыз жүреді, жүгіріп бардым, екінші жолға тоқтаған. Сосын проводник айтын, үлгірдім, су албай, дым алмаған бұқыны. Су буымды алдым 4 теңгеге, ой бақ қымбатпен. 3,5 теңге таксимен келдім. Сөйтіп енді көкесі приключение өтіп, тозым жеңіл ма, әлде құйрығыма ұрма, екен біреу ғой енді. Сөйтіп мінгеннен кейін енді бір ұқтап тұрам, азанда мінем ғой, бір ұқтап тұрам. Сөйтіп кешке қарай не істеймін, терезеден ортада телекупе ғой, терезеден қарап тұрайын деймін. Ана жерде шамалы туалетке жақын бір жігіт пен қыз тұрады. Тұрам бір кезде біреу келіп арқам массаж жасайды. Деп шамалы бір секунд рахаттан тұрдым да ойладым, мен ешкіммен келген жоқпын. Кім мақсым, кім вообще мен денемді ұстап тұрды. Сөйтем қарап қалсам бір мәз, қолына перчатка сияқты массажер киіп алған, жіберіп тұрады. Істете берейін деп жан-жағыма қарасам, ана екеуі қарап тұр екен, бір түрлі нағыз ден дұрыс емес пе дейін. Ойбай, керек емес дей салдым, мен қолымды созып едім, қолыма да істеп берді, бір-екі істеп жүрсін. Енді шаршап тұр ғой, не деген. Сөйтем мәз бірге, сөйтем ол массаж жүргісін сатқысы келіп тұрған, бәсе қайдан берім, бұл артыма массаж жасап қойды деп біреу. Сөйтем жібермейді, енді істете берейін десем, аналарға қараймын, бір түрлі қарап тұр, сосын айттым енді. Ойбай, қойыңшы дедім, мына жақта ана жаққа қарасаң, қыз деген, бала дедім, қойшы деді, иә дедім, барып кет дедім. Сосын кетті ол ар жаққа. сөйтіп жатып мен ұйықтайтын кезде түнде ұйықтай алмадым деді. 3:30-4 күн ұйықтай алмадым. Дәл менің стенаммен жабысып бірақ қорылдап жатыр. Білмеймін. Осы пойызға мен кезде пробка салып кірсем ма бірдеңе бастау деймін. Кейбір біз сияқтандырмын, мысалы қорылдағанда ұйықтай алмайды. Түрме қарасаң менде қорылдайды қатыратын адам сияқты жоқ, мен негізі қорылдамаймын ондай. Вообще қорылдамай ұйықтайтын адам, қозғалмай ше. Сөйтіп қорылдайды, түс көріп жатырмын. Оның алдында маған назар аударайын кино көріп алғанмын. Бір күн бұрын түс туралы бәрі түс көріп шығады. Түс көріп жатырмын. Анаға короче бір түрлі қорылдайды екен, былай қорылдайды.
деп короче үрлеп жатыр да. Сөйтіп түсімде мен ана Аладдиннің кілемшесі бар еді, көрпешесі ма, сонда отыр екенмін. Сөйтіп сода отырмын, әдемі, енді шіле арық емес, шамалы арықтау. Оу деп жатқан кезде біреу мені короче деп ұшырып жатыр, кілемше көтеріліп жатыр, бір әдемі шеген жігіт енді. Оу деп түрін көрсетпейді ғой, сол түс деген бәледе түрін көрмейсің ғой сол жігіттердің ешқайсың. Оу деп үрлейді, ұшып жатырмын тағы, оу деп барынша үрлеші ана жерге жетейін деп жатырмын. Деген кезде шам баспен жерге былш еткіземін, шам баспен, ей не қылдың десем, сөйтіп оянып кеттім, сөйтіп ана қорын қойған біреу бәрін жаңа қыс жерген ой мұрнын. Ой деп әрі қарай қорылдай бермедім, бір жерге ұшатын едік. Марсқа ма. Сөйтіп пойызыма түсетін кезде такси шақырып қоймын ғой. Пойыз 6:35-те тоқтайды. 6:30 кескенде такси шақырып қоймын ғой. Такси 40 сағат шақырады. Енді неге шықпайсыз, қанша сағат күттім дейді. Мен сені пойызда отырып шақырған ғой дедім. Өлә дедім. Ден дұрыс емес шығар дедім. Бүйтіп қарады ғой көзіне. Жоқ, ешкім күтіп алмады да мен. Үй алдым сосын күтіп тұруға біреуді.